осы өте жаман нәрсе. Бұл өзімізді ауру етеді. Сосын мен ойладым, барлығы жақсы, бәрі дұрыс, барлығы нормально. Бірақ осы барлығы дұрыс уже бітті менің жүрегімде, реніш қалмады деген кезде Алла тағала әкелді маған, міне саған экзамен деп берді. Жаңағындай. Сосын барып мен ойладым да, ол кезде әлі экзамен екен білген жоқ. Мен кеше соның мына манақтан естіген сөзімнен барып соның экзамен екенін білдім. Бұған дейін де сынақтан болатын білесің, бірақ біздің санамыз сондай бір құбылмалы ғой. Біздің көбінесе басқарып кетеді. Біресе жауып тастайды памятті, біресе қайтадан ашады информацияларды. Сол кезде білдім экзамен екен. Мен ойладым, бұл адамдарды неге мені көзіме көрсетті? Сол адамдарды көрген кезде мен ішім қайтадан жиырылып қалды. Сонда мен сезіндім да, сол боль, сол обида әлі глубоко сидит, оказывается, во мне. Жаңдай өте терең әлі бар екен. Мейлі, ол қатты оларға жамандық ойламаймын, оларға ешқандай жамандық тілемеймін, ешқандай не жоқ, бірақ әлі мені сондай менің жаным қатты жараланған екенді. Сол кезде мен мысалы оларды көргенде деп кеткен жоқпын да, менде осы кезде біз байқаймыз. Ішінен жек көрмейсің де, жақсы көрмейсің де, бірақ бір тынышсыздық, сондай бір андай тарелканың вилкамен бүйтіп нетеді ғой, білесіздер ғой, бір андай дыбыс шығады ғой, жаман, не болмаса андай қиқылдаған, білесіздер ғой, сон қиқылдаған, сондай ішім бәрі қиқулап кетті да. Сосын барып мен айттым, бұл неліктен бұлай болуда? Мен барлығын істедім, бұлай істедім, рухани практика, анау бәрін істеп жатырмын. Неге? Неліктен менің көз алдыма қайтадан бұл адамдарды көрсетіп жатыр, және оларды көрген кезде неге қайтадан менің тыныштығым кетті? Неге қайтадан менің жүрегім ауырып жатыр деп өз-өзіме айттым. Сосын отырдым да, жаңағы нені жаздым. Өткенде сіздер білесіздер ғой, мен бір пост жаздым, осылай мен кешірдім деп ойлап едім, әлі бұл кетпепті. Мен Алла тағала, мен не істеймін, тағы да не істеуім керек деп сол посттың бәрін жазып болған кезде, представляете, ғажайып чудо. Сол адамдар мені көздеріне ілмей, маған амандаспай өтіп кеткен, мен отырған жерге отырмай кетіп қалған адамдар қайтадан айналып келіп маған амандасты. Бұл енді соншалықты бір керемет нәтижеде емес шығар, мәртебеде емес, мен еш нәрсе емеймін, бірақ именно жаңағы мен жүрегіме қайтадан үңіліп, қайтадан барлығын скрипать етіп дейді, сондай қайтадан бәрін қытырлатып, сытырлатып, қайтадан шығарып, Алла тағаламен сол жерде отырып қаншама адам, мен диалог құрып отырмын, жалбарынып отырмын, ішімнен дұғаларымды айтып отырмын. Сол кезде барып келді. Представляете, бұл нені білдіреді? Бұл нені білдіреді? Бұл адам рухани практикада ғана, мен сіздерге айтам қазір, материалдық білім бізге еш уақытта бақыт әкелмейді. Тек қана рухани білім бізге бақыт әкеледі екен. Рухани білім. Сол жерде мен Алла тағала естіді ғой деймін. Сол адамдарды алдыма қайтадан алып келді да. Мен де орнымнан тұрып, сондай еш нәрсе болмағандай, прям шын көңіліммен солай неттім. Сосын барып кешегі кездесуде мен білдім бұның экзамен екенін, бірақ мен ол экзаменнен басында өткен жоқпын. Мен сол кезде ойладым, мені не бөгет болуда? Мен орнымнан тұрып, барып өзім бірінші барып амандасуға не бөгет болуда? Мен адамдарға соны айтам ғой. Неге мен бұны істей алмай отырмын? Эго, басыл, эго. Неге сен соншама ложное эго деген бар бізде, жалған эго. Көтерілме, басыл, сен топырақсың. Сөйтіп айтып отырған кезде ол адамдар өздері келді. Сондықтан сіздерге айтатын нәрсем, біз жаратушыдан, мысалы, мен айттым ғой, еш нәрсе қарамастан бақытты бол деп жарияладым, маған сынақ келді. Ал саған сынақ, экзамен. Осы кезде, мысалы, жаңа кешегі біздің монах былай түсіндірді. Ол айтады, негізі сіздерге бір информация өте маңызды. Самолетқа отырған кезде ат жағына отырмаңыздар, желательно. Өйткені ат жағында өте ауыр болады екен, аспанда ұшқан кезде өте қатты энергиялар, сондықтан қайтадан қалыпқа келу өте қиын болады екен организмнің. Сондықтан алды жағынан орын алуға тырысыңыздар. Ол кісі айтады, үнемі самолетқа отырған кезде көмекшілерім маған алдынан орын алып беретін дейді. Сосын өзімше риза болып, таңертең ғана айттым дейді, Құдайым маған қабылдау бер, мойынсыну бер. Самолетқа көтеріліп келе жатырмын, күлімдеп, қарасам мен орнымда басқа бір адам отыр. Ал тоқтап қалдым. Айтқым келеді, бұл менің орным. Терезе жақта әдемі менің орным, айтқым келеді. Сол кезде барып түсіндім, бұл экзамен. Мен өйткені таңертең
жаратушыдан маған мойынсыну бер, қабылдау бер деп сұрадым. Бұл экзамен, айтпауым керек, бірақ қоймай жатыр. Ол терезенің жанында қандай күшті орын, ол адам неге отырып алды сенің орныңа, ол сенің орның ғой деген сияқты нәрселерді айтып жатыр. Бірақ мен өзім айтып жатырмын, жоқ. Осы кезде біз өзіміздің ішкі сезімімізді бақылауымыз керек екен. Біз жарайды, оған айтпадық. Отырдық сол жерде, орныңыз жақсы ма деп сұрадық. Я, жақсы, ал сізде барлығы жақсы, я, бәрі жақсы. Сонда да адам шыдамай бара жатыр. Айту керек қол менің орным. Сосын айтып қалдым, негізі бұл менің орным еді. Бітті, экзамен өтпедім деген сөз екен. Бұл енді әрине мен айтпаймын, барлық жерде бүкіл нәрсені беріп тастап жүре беруге де болмайтын шығар, бірақ ұстаз солай түсіндірді. Монах өте мықты, сонда экзаменнен өтпеді. Сол сияқты менің де экзаменім. Сол кезде жаратушы маған алып келді қайтадан, міне кешіру, ал сен до конца соңына дейін кешірдің ба, ал мен саған. Мен бірақ сол кезде қайтадан жиырылдым, кіріпше. Бірақ соңынан барлығы дұрыс болды. Мен содан кейін түсіндім, бұның экзамен екен. Сол сияқты қазір кейбіреулеріңізге түсіну қиындау болып отыр ма? Бірақ әйтеуір түсінесіздер. Өйткені кез келген жағдайда бұны экзамен деп қабылдаңыздар. Гүл техникасын жасадыңыз, басқа адамдардың сияқты сіздікі болмай жатыр, қабылдаңыз, мойынсұныңыз, экзамен келеді, экзаменді тапсырыңыз. Экзаменді тапсырып жатқан кезде ішіңізді бақылаңыз. Ішім қандай? Мен ішімнен не сезіп тұрмын? Ішіңіз жыбырлап, құрт-құмырсқандар жыбырлап, сондай бір түнек орнап, жынданып сөйтіп кетсеңіз, онда экзаменнен өткен жоқсыз. Онда қайтадан экзамен келеді. Және одан да қатты экзамендер келуі мүмкін. Әсіресе қарым-қатынаста бірін-бірі түсінбей жүрген адамдарға айтқым келеді. Жолдасыңыз ба, бұл сіздің экзаменіңіз. Өйткені ерлі-зайыптылар не үшін қосылады? Ерлі-зайыптылар бір-бірінің кармасын тазалау үшін қосылады. Ана адам басқа өмір сүрді, мына адам басқа өмір сүрді. Екеуі қосылған кезде искралар ұшқындай. Ол керемет бақытта, эйфорияда жүрмейді. Мынаның мінезі бар, мынаның характері бар, мынаның қабылдауы бар. Екеуі қосылған кезде кәдімгідей от шығады, жалын шығады. Одан кейін барып бір-біріне мойынсұнбайды, қадірлемейді. Содан кейін барып адамдар екі жаққа кетеді. Негізі махаббаттың фундаменті бұл достық екен. Сондықтан кей кезде жолдастарыңызға дос сияқты қарым-қатынаста жасап көріңіздер. Мысалы, мен сенімен дос сияқты сөйлессем бола ма? Екеуміз дос сияқты сөйлесіп көрейікші деп. Сосын ол айтады, дос деген не? Ол қайдағы бәле деп. Сосын айтасыз, дос деген сен қандайсың, солай қабылдау. Біз досымызға бәрін айтамыз ғой, Біз, мысалы, досымызға ұнамаса, біз оны істемейміз, Ал бірақ біз күйеуімізге не болмаса әйелімізге бізде міндеттемелер бар. Оның бәрін істеу керек біз деп ойлаймыз. Бірақ кейде біз дос сияқты қарым-қатынаста болсақ, біздің неке өте мықты болады екен. Әрине, бұл жаңағындай негізгі нелерінің бірі. Қазір 1 секунд кешіріңіздер. Енді осының бәрін айтып келіп, қазір сіздерге мен мынандай таблицаны көрсетемін. Қазір мен былайынан көрсетейін, сіздерге қазір мынау жерден көрінбейді ғой, Мінекей, мынау схема. Мен осы схеманы өзімнің семинарымда жақсы түсіндіріп айтамын. Осы схеманы өте түсіндіремін. Шамам жеткенше, әрине, мен сондай жоғары деңгейге жеткен жоқпын, бірақ өзімде осы схемамен жұмыс істеудемін. Бұл өте керемет схема. Жалпы бүкіл біздің, бұл ешқандай да дінге, ешқандай таным, түсінік, салт дәстүр, еш нәрсеге бағынбайтын бұл жалпылама схема. Бұл біздің қарым-қатынастарды жақсартудың, бақытты өмір сүрудің схемасы. Еш нәрсеге қарамастан бақытты болудың схемасы. Бұл өте керемет, ғажап, магиялық схема. Бірақ бұны біз көп адамдар білмей жатамыз. Енемен жаман қарым-қатынас, күйеумен жаман қарым-қатынас, балаға қалай қарым-қатынас жасауды білмей ұрып соғу, достарыңмен, әріптестеріңмен, басшымен, тағы да басқа сондай көптеген дүниелерде біз осы схемаға сүйенсек, біз соның барлығын жеңеміз. Мен сіздерге бұны толығырақ келесі тікелей эфирімде айтамын. Енді жалпы мынаны айтып кетейін, бір былай жалпылама.
мынау біздің сыртқы қалыбымыз. Былайша айтқанда, бұл сыртқы қалыбымыз, бұл жаңағындай біздің сыртқы қалыбымыз бізге көрінбейді, бірақ мынау сыртқы қалыбымыз адамның. Мынау ж деп тұрған жер, мынау су, ауа, от, эфир. Біз осыдан жаралғанбыз. Жер дегеніміз бұл иіс. Біз иістер сеземіз ғой. Бұл жер, земля, бұл иіске жауап береді. Егер бізде иіс сезу қабілетімізде нашар болса, біздің онда жердің бізге әсері нашар болуда деген сөз. Демек бізде сол организмімізде, сыртқы қалыбымызда сол нәрсе кемшін. Су бұл дәм сезу. Ауа бұл жаңағыдай денені сезіну, сипалау, сондайды ауа. От бұл көру қабілеті және зат алмасу процесі, ас қорыту процесі және температура. Егер бізде көру қабілетіміз нашарласа, онда біздегі от стихиясы нашарлады деген сөз, істен шықты деген сөз. Не болмаса, ас қорытуда, зат алмасу процесінде проблемалар болса, осы стихия бізде дұрыс жұмыс істемейді деген сөз. Мен өзімде байқағаным, менде көру қабілетім, мысалы, бұрын керемет болған, қазір нашарлауда. Міне, менде істен шығып бара жатқан осы от екен. Және жаңа зат алмасу процесі менде кішкене дұрыс болмай жатыр. Осы міне, бұрын жақсы болатын. Эфир бізге көрінбейді. Бұл пространство, бұл бізді қоршаған орта, бұл эфирное тело деп бөлінеді. Бұны сіздерге кейін тағы түсіндірем. Енді осыдан барып біздің 5 сезім мүшеміз. Бұл не? Көру, есту, дәм сезу, сезіну, денемізді сипалағанда, мысалы, сезінетін, және иіс. Енді осы жерлерде біз негізгі, қазіргі біздің өмір сүріп жатқанымыз, негізгі қазіргі біздің көп адамдардың стадиясы бақытсыздық, қарым-қатынастардың нашарлауы, қатты бір нәрсені қалау, сол нәрсеге жете алмаса азап шегу, осының барлығы мына деңгейде өмір сүріп жатқан адамдар. Тек қана желание, тек қана тілек. Көру, есту, дәм сезу, сезіну, иіс. Содан кейін барып мына жерде кетеді. Бұны менің семинарыма келген қазір қыз-келіншектер болса, апалар болса, осы схеманы көріп танып отырсыздар ма? Сіздер осымен жұмыс істеп жатсыздар ма? Міне, нәпсі, нәпсі не болмаса ақыл деп алсақ болады. Осы егер біз мына нәпсіні, ақылды біз басқара алмасақ, онда біздің ең жаман дұшпанымыз, бізді құрдымға құлататын бұл осы ақыл. Біздің ең самый злейший, худший враг осы біздің ақылымыз. Біз бұны басқара алмасақ, біз біттік деген сөз. Біз еш уақытта шынайы бақытты болудың дәмін сезінбейміз. Өйткені біз әрдайым мына нәрселерге, мына желанияларға, мына тілектерге бағынышты боламыз. Біз мысалы деген бұл хочу, не хочу, қалайым, қаламайым дегендіге ғана жауап береді. Бұған бір нәрсе жақса істейді, жақпаса істемейді. Бұл таңертең тұрғысы келмейді, бұл ұйықтап жата бергісі келеді. Бұл жаңағындай дұрыс тамақтануды жасағысы келмейді, бұл семіре бергісі келеді, бұл тәтті нәрсені жей бергісі келеді. Міне дәм тәтті болса, бұл жей береді. Сосын айтады, ой, қайтесің арықтауды, арықтайтындар арықтап алсын дейді. Сосын сезіну, біреу сипаласа, жақсы болса жақсы, егер жаман болса, тепсе жаман, иіс, ой, қандай керемет әтірлердің иісі, не деген Шанель, тағы да басқа Гермес, күшті иістер, тек қана иістер. Бірақ есту, тек қана бұл жаңағыдай өсек, сөз, соның бәрі жағымды болса естиді, жағымсыз болса естімейді. Сол сияқты бұл ілімге жабық. Және бұл еш уақытта жақсы нәрсені қаламайды аса. Бұл егер өзіне ұнамаса, бұл еш нәрсені қабылдамайды. Өзіне ұнамаса еш нәрсе қабылдамайды. Бұл біз ойлаймыз, біздің миымызда әрдайым екі дауыс болады, Біреу айтады, жесаш, осы тортты жесаш, біреу айтады, жеме дейді, Оны мен сіздерге кейін түсіндірем. Семинарда осының бәрін айтам. Алматыдағы семинарға қыздар, келіңіздер, осының бәрін түсіндіремін. Сосын барып, бұл әрдайым өзіне жаққан дүниені істейді. Ой, қандай керемет, алтын, бриллиант, алғым келеді, киім, көйлек, алғым келеді. Не болмаса бір жерге барғым келеді, тойға барғым келеді, тағы да басқа дүниелер, Бірақ бұл еш уақытта бұл маған пайдалы ма, бұл маған пайдасыз ба, бұл маған благоприятно ма или не благоприятно, бұл ойланбайды.
Бұл біз деп ойлаймыз, біздегі дауыс, бірақ бұл біз емеспіз. Мынау біз емес. Сосын барып көтерілетін бұл сана екен. Бұл разум, сана. Қазір кешіріңіз, я сейчас закончу. Қазір кешіріңіздер. Так. Ал, осы екен. Осындай керемет интрига жерден тікелей жүргіземін, өйткені жолдасыма тамақ беруім керек. Әйтпесе бұл экзаменнен өте алмай қаламын. Тамақ бермесем болмайды екен.